кстати, өсек номер 1 дейінші. Біріншіден, мы, короче, подали на развод с мужем. Күйеуім екеуміз ажырасуға шешім қабылдадық, бірақ бұл шешімнің басты себебі ол мамасының менің көзімді қырт дегені. Содан кейін күйеуім маған суып кеттім дейді, значит, у него появилась другая инициатива разрушить семью идет от матери и от мужа. Жарайды, менің де кінәм бар шығар, енді күйеуімді стай алмағанымда, күйеуім маған суып кеткенде, да. Бірақ ата-енемнің менің ата мен апама барып мені жамандағаны енді бұл өте қате болып саналды деп ойлаймын. Себебі әулеттің позоры деп те санаймын негізді онышы. Содан еще жамандады ғой, енді бірақ менің ойымша ол неге айтпады деймін да, енемнің